Сәлем жолдастар. Өкінішке орай Тоқаев жеңіске жетті. Мне хочется плакать. Дегенмен оның жеңісі қазақ халқының жеңілісіне тең. Себебі енді қарапайым азаматтардың тұрмыс тіршіліктері мүлдем нашар болады деп ойлайды кейбір адамдар. Өткен бейнелерімде айтқанындай Тоқаев тұсында бәрі бұрынғыдай болады. Ештеңе өзгермейді. Мен сіздерге қазіргі биліктің Қазақстан халқына қандай проблемаларды әкелетіндігін көрсетейін. Қазіргі кезде биліктегілер адамдардың митингті өткізуіне рұқсат бермей, митингтерді күштеп таратуда. Тап кеше осы билікті сынға алу үшін қарапайым азаматтар митингке шықты. Ал полиция оларды күштеп таратты. Бұл демократия ма? Тоқаев мырза, сізге бір сұрағым бар. Сіз мұны демократия деп санаймысыз? Пустите, я ничего не делал, не разбираюсь. Жай тұрған үшін стало кетті. Просто стоя, я курил. Они не понимают они. Я им говорю, что просто проходящие не понимают. Адамдар осы саяси режимді сыйламайды. Халықтың осы билік туралы ойын тыңдап көрейік. Мынау нечестные выборы. Бойкот оларға. Сол, жігіттерге айтып отырмын, сендер халқының баласындар, біреуін шитті тастандар, бізге келіндер. Кішкентай балаларды жылатты. Что это такое? На стариков, на детей, на женщин. Гнилая власть у нас. Қарапайым азаматтарды қол аяқтарынан сүйреп апары, автобустарға полиция қамап жатты. Тоқаев мырза, бұл демократия ма? Казахстар, что вы творите? Казахстан! Сендер қазақсыздар ма? Қазақсыздар ма? Сендер! Ал мына полиция қызметкерлеріне қараңыздаршы. Смотрите, это казах, который смеется. Олар күліп тұр, мәз болып тұр. Кішкентай балалар жылап тұрғанда қалай күле аласыздар? Что, смешно? Очень смешно, да? Мен осы полицейлерді түсіне алмаймын, өйткені бұл адамгершілікке жат нәрсе.
Ятыңыз бар ма? Бұл масқара ғой. Қысқасын айтқанда, билік халықпен санасу керек. Егер билік өз халқының үнін тыңдамайтын болса, онда біздің елімізде радикалдар болып кетеді. Тіпті террористер пайда болуы мүмкін. Революция пайда болуы мүмкін. Жастар билікке қарсы шығады. Радикализация болады біздің елімізде. Меніңше бізге осы керек емес. Сондықтан билік халықпен санасу керек. Халықты тыңдау қажет. Бұл ойыншық емес, бұл саясат. 1917 жылы Ресей патшасы Николай II өз халқының қамын ойлаған жоқ. Бұл немен аяқталғаны бәрімізге белгілі. Смотрите, этот старый человек, вы что делаете? Сіздер девальвацияға қарсы болсаңыздар, биліктің митингтерді таратуын қолдамасаңыздар, Дариғаның президент болғанын қолдамасаңыздар, және де атомдық станцияның салуына қарсылық білдірейін десеңіздер, менің арнама жазылыңыздар және осы видеоға лайк басыңыздар. Келесі жүздескенше достар.